Ал бүгін бізде қонақта жаңа өмір қолдау орталығының басшысы Тимур Рамазанов мырза. Дұрыс жолда жүргесін, адамдармен жұмыс жасағасын осознание келеді да. 150 миллион теңге қазір қандай сумма екен. Ойын кезінде саған бәрібір. Ойын кезінде маған 150 миллион 150 теңге сияқты ол. Өйткені ол ақша ана виртуальный. Лудомания деген ауру, ол жақсы адамда жаман адамға моментально аударып жіберетін тәуелділік. 150 миллион теңге ұтылдым деп қарызға қатты кірдің. Ауыр сұрақ болуы мүмкін, бірақ осы уақытқа дейін сол қарыздарың кішкене болса да жабылды ма? Бір беттік почти текст жазған. Рахмет осындай тәрбиелегендеріне, бірақ үміттерді ақтамағандарына мен кеткім келіп тұр. Как раз мен ол кезде үйде жалғызбын. Ал жақсы, мен мындай сұрақ саған, сен өзің азартный адамсың ба? Қандай кәдімгі стресстен сұрақ дейсің ғой? Иә, азартный адамсың ба, сен өзің бәс тіктің ба, ставка салдың ба деген сұрақтарым бар. Ауыр сұрақ екен дейсің ғой. Негізі сөзің шыны керек бар ғой, кәдімгідей үзіліс болып кетті ғой. Инстаграмда да адамдар жазып отыр, қайда кетті, не істедіңдер, жауап тастадыңдар ма, как обычно да, бір жылға жетпей подкаст жабылып жатыр деген сияқты. Шынымен де көп подкасттар негізі сондай болып отыр. Сен өзің жалпы подкаст қарайсың ба? Подкаст қараймын. Негізі қарап жүрген подкасттар қандай? В основном соңғы кезде замандас қой. Замандас қатты попсовый подкаст болып кеткен жоқ қой? Олай да айтуға болады. Қай выпускты сен андай шығарылымда кәдімгідей керемет деп айтар едің? Қайсысы ұнады? Еркебұлан тоқтары бар, өйткені лудомания тақырыбын қозғады. Конкретный сенің саған қатысты тақырып қой деген. Бізге тиесілі тақырып. Помню, еще қарап отырдым да, сторисқа отметтім. Еще өзіне салған жоқ, лайк басты, короче. Он тоже көрді де, соны нетті. Так что сол бар. Жалпы осыған дейін сен басқа да подкасттарда болып жүрдің да? 3 подкастта болдым, иә. Барлығы осы жерде ме, әлде Алматы, Астанаға да шақырды ма? Жоқ, барлығы осы жақта. Уже адамдар танып бастағаннан кейін, осы қазір жасап жатқан саламды түсінгеннен кейін подкастқа шақырып бастады. Ал мына республика деңгейінде танымал Дөпсөз, Замандастарда лудомания тақырыбы қозғалды ма жалпы? Так. Именно осы адамдар бар ғой, көмектесетін немесе осы салада жүрген олармен болмапты. Бірақ мен білем, ең бірінші лудомания тақырыбы қайда қозғалды, ана адвокат әйелі бар ғой, сол қозғады. Өйткені ол кісі айта беруге болатын бар да, то есть бір клиенті ұтқан ғой, біршама сумма ұтқан, и оны букмекерский контора бермейді. Бермей қалады. Естідім. Сол кезде мына кісі араласады, бірақ өкінішке орай несі болмай қалды. Кім? Зенит пен Терек ойнайды. РПЛ, иә. Ол жағы енді түсінікті ғой. Сол жағы түсінікті. В концовке соңында бермей қалды деп естіген сияқты. Сол кезде қозғады, сол лудомания тақырыбын. Замандаста қалған ешкім бастамаған сияқты ол нәрсені. Иә, қош келіп отырсың ендеше біздің студиямызға. Осы біздің ема подкастымыз. Жалпы сені көптен бері осы жерде көргіміз келген. Ассалаумағалейкум, біздің құрметті оқырмандар, көрермендер, тыңдармандар. Көптен бері енді біз подкаст шықпай қалып еді. Енді осы араға үзіліс салып, өзіміздің кезекті подкастымызды түсіріп жатырмыз. Ал бүгін бізде қонақта жаңа өмір қолдау орталығының басшысы Тимур Рамазанов мырза. Демеке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы қалайсыз, жалпы өзіңіз жақсыз ба, көңіл күйіңіз қалай? Ничего, нормально, сендерге келместен бұрын 2 консультация болды. Содан прямиком сіздерге келіп отырмын. Құттай усталость бар, енді сезіммен айтатын болсам. Так, в принципе, нормально. Сені де көрмегелі көп болды негізі. Бана еске алып. Қашан көрдік дейсіз ғой. Енді рахмет шақырғандарыңызға. Бұйырса бір мәнді, ойлы, жақсы бір подкаст болады деген ойдамын. Иә, әрине. Құдай қаласа. Подкастымыз негізгі бөліміне көшпес бұрын, бұл жерде енді өзіміздің оқырмандарымызға, тыңдарманымызға, жазылушыларымызға шамалы бір ескертіп кететін жайт бар. Құрметті біздің көрермендер, біз байқаймыз, YouTube-та статистиканы қараймыз. Бізге жазылмай қарайтын көрермендер бар екен. Сондықтан әлі де біздің каналымызға жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде каналымыздың астына подписаться деген тетікшені баса қойыңыздар. Одан бөлек Тимур мырзамен менің жеке инстаграмдағы парақшаларымызға да жазыла кетіңіздер. Тимур мырзаның инстаграм парақшасында көптеген пайдалы мәлімет шығарылып тұрады. Бәлкім сіздерге
сол мәліметтің пайдасы да тиіп кетер. Сол, жалпы енді Темеке, біздің көрермендерімізге өзіңіз туралы қысқаша айтып кетсеңіз, жалпы қандай отбасыдан шықтыңыз, жас кезіңізде қандай арман мақсатты қуған болатынсыз? Жақсы, барлықтарына ассалаумағалейкум. Тағы да менің есімім Тимур болады, Атырау қаласының тұрғынымын. Жалпы енді құттай кезден барлығымызда арман мақсаттар болды. Құттай кезден жалпы футболшы болғым келді. Мен 4 жастан бастап футбол ойнап бастадым. Ағаларымды көріп, сөйтіп двордан басталды бәрі. Сосын секциясына қатыстық. Мектеп бітіргенге дейін осы футболмен сол салада жүрдім. Содан кейін енді оқуға түстік Алматыға. Сол кезде енді по профессии енді Атырау болғасын, мұнай саласы деп, сол мұнайшы болдық қой. Подкаст басталғалы бірсе сіз деймін, сен деп жатырмын, біратала сен деп айта берейін, қарсылық жоқ қой. Конечно. Сен маған айтып отырсың ғой, футболшы болғым келді, басында футболмен айналыстым деп. Жалпы алғаш құмар ойынға келудің де себебі сол футболмен қатты қызыққанның кесірі ме, әлде басқа бір себептер болды ма жалпы? Қай кезде жалпы ең алғаш рет құмар ойынға тіке бастадыңыз? Жалпы құмар ойынмен ойнай бастадыңыз? Кеше болғандай, оның бәрі тұрады. Әлі есімде. Жалпы енді сол салада жүрсің, команда, история барлығын білесің ғой. Кім қалай ойнайтынын даже. Алғаш келгенім менің бауырым бар, құттай кезден келатқан. Жандосым деп. Ол қазір әлі ойнайды дейсің. Әлі емделе алмай жүр ме? Нетпейді, осознание жоқ. Бірақ мен бөлмеймін олай. Құттай кезден келатқан ол әлі бауырым, хотя ойнаса да. Сол бауырым маған бір рет айтады да, осындай нәрсе бар дегендей. Жалпы ставка деген нәрсе бар. Бір сумманы 2 еселеуге болады. Сен жалпы футболмен хабарың бар ғой, көрсейші дегендей момент айтады. Санатория деген көше бар ғой. Сол жақта оң жағында бұрын Зенит деген не болды, букмекерский контора. Иә, болды. Сол жаққа алғаш рет бардық. Мен есімде 2008 жылы Евро Чехия мен Турция ойнайды. 3-2. Иә, 3-2. Арда Туран ойнады. Иә, дәл өзі. Мен сол кезде білмеймін, енді өзім ана Турцияның составын бәрін білгесін ба, жалпы өзім түріктер болғасын ба, соларға болеть еттім. И, соответственно, коэффициентте соларға көп болды. Чехия ол кезде де формада ғой. Мен тұрамын да, сол кезде Чехия победа аламын. Ой, Турция победа аламын. Негізгі уақытта өтті ғой, дұрыс. Оларға еще көп берді. Әлі есімде 3.23 берді коэффициент. Жалпы негізі былай ол ойында енді бәрібірдей футбол көре бермейді ғой. Жалпы айтып жатқан бұл жердегі ойын кезіндегі бір легендарный ойындардың бірі. Евродағы группадағы ойын, соңғы 3-ші тур. Чехия мен Түркия теңбе-тең ойын болғанда қосымша пенальти тебісетін еді, онымен оған дейін барған жоқ. Бірақ моральды тұрғыда Чехия фаворит болды. Оны ескеру керек, моральды тұрғыда. Олар 2-0 ұтып атты. 75-ші минутқа дейін. Иә. Сосын Арда салады, сосын Нихат 2 гол салады. В основном 3-2 болады ғой. Ол деген камбэк біріншіден, екіншіден ставка салған адамға сен білесің бе, ол қандай эмоция екенін. Әрине. То есть сен ойла 2-0 алғанда менде ана жерде настроение жоқ. Мен еще ағалармен қарадым сол матчта. Ол кезде 2008 жыл мен нешеде 13-темін ба, примерно сондай жасым. 3-2 болғанда мен ана жерде шыңғырып жүрмін ғой. Победа, не деп, мен даже Турцияны ұтқанда емес, мен ставкам шыққанма қуанып отырмын. Сонда Түркияға қатты жанкүйершілік ондай бір сезім болған жоқ та? 50-50 деп айтайын. 50-50. Мен ойымша ол Еврода көбіміз негізі Ресейге жанкүйер болған сияқтымыз, Түркияға қарағанда. Себебі Ресей кәдімгідей андай темный лошадка сияқты шықты ғой, ондай қатты танымал емес ойыншылар. Сол кезде де еще 2-де 3-ші орын алды. 2-де 3-ші орын алды. Өте жақсы. Енді құмарлығым содан басталды. Содан кейін уже ординар ғой енді. Бір матч салдым, содан кейін уже маған көрсетті. Экспресс деген нәрсе бар. Басқа командаларды алуға болады. Обезавиют. Жинап деп. Содан басталды. Сосын уже 2010 жыл чемпионат мира мен уже өзім салып бастадым. 2008-ден басталды құмарлығым. Мен ол кезде 9-ші сыныптамын ба? 8-9 сыныпта бар сол аралықта. Содан басталды, жалпы айтсақ. Сонда сол кездегі бір эмоциялық бір болады ғой, бір өзіңізге эйфорияда болдыңыз ба, сол келесі қоюларыңызға, тігістеріңізге бір түрткі болды да? Сонда алғашқы ұтқан суммаңыз қандай болды? Қанша ұттыңыз, қанша тіктіңіз және қанша ұттыңыз дегенде ғой? Бізге 500 теңге көп қой. 500 теңге салып, 600 ба, 1700 ұттым. И то оның біздерге салдыртпайды ояққа. Бізде сол жердегі жігіттерге, үлкен кісілерге, нелерге бересің. Ол жігіт есінде
720 теңгесін алды да маған 1000 теңгесін береді ғой. Маған сол мана екі ортада посредник болған үшін, ақшаны алып берген үшін кассадан. Сол негізі былай ескеретін жайт, қазір енді бірде бір касса қалған жоқ қой, барлығы онлайнға ауысты. Мүмкін қазірде ондай лазейкалар бар шығар, бірақ та біз мектеп оқыған кезде жасыратын ештеңесі жоқ. Мектеп оқушыларда бәс тігіп жүрді, ставка қойып жүрді. Тек шығарар кезде бір есік алдында тұрған үлкендеу кісімен бір келісесің, кассаға барасың, саған ақша шығарып беретін болды. Ана кісіге бір 30 болмаса 50% беріп, ары қарай дәл жүре беретін едіңдер. Бізде сөйттік. Неге өйтіп айтып тұр? Өйткені мен өзім студент болған кезде айналамда көптеген группаластарым, достарым бәс тігетін болды, ставка қоятын болды. Ол кезде бәрібір де 21-ге толған жоқ. Кассадан шығару үшін 21 деген жас болу керек болған. Сол кезде сөйтіп таныс ағалар арқылы 21 жастан асқан студенттердің счеттарына ақша лақтырып, олар удостоверениесімен барып сөйтіп шығаратын болған. Сондай моменттер бар енді. Жалпы бас тігу сонда андай резко болып кетті ма, әдетке айналып кеткен кезі? Әлде басында бір ұттың, содан кейін бір определенный уақыттан кейін мен тігіп жүрейінші, жақсы пайда түсіп отыр екен, қол шығады екен деп. Любой ойыншыға бастапқыда ради забавы, ради интереса болды. Сен даже ұтсаң да ұтылсаң да саған бәрібір ғой. Просто главное ана жерде эмоция болды. Просто ойын болды. Ойынды салғаннан кейін қызықпен қарайсың ғой. Мысалы команда салдым да, сол командаға болеть етесің дегендей. Ол просто бірінші стадия ғой, лудоманияда, қызығушылық деген. Содан басталды. Ары қарай жоқ, мен өзім өмірімді сүріп жүрдім, неткен жоқпын. Любой ойыншыда солай. Келсем. Қызығушылық, а потом уже ары қарай кетеді. Мына тұжырыммен келсесің бе? Жалпы футболды кәдімгідей қатты құмарлықпен қарайтын жанкүйерлердің барлығы бірдей ставочник деген бәс тігушілер деп сөйтіп бір атыраулық бір блогер айтқан. Ана Қайрат соңғы уақыттар кәдімгі үлкен нәтижелер көрсете бастады. Бәрі Анарбековтың жанкүйерлері болып кетті. Анарбеков өзіміздің жергілікті атыраулық футболшы болғандықтан сол кезде сөйтіп бір жергілікті атыраулық блогер қатты заявление жасаған болатын. Футбол қарайтындардың көпшілігі, барлығы деді ма, нақты есімде емес, барлығы деп бірдей ставочниктар деді. Ашығын айтайын, мен ол нәрсеге келіспеймін. Менің ойымша, енді ол адамның өзіне байланысты. Адам құмарлығына байланысты, адамның интересіне байланысты деп ойлаймын. Не үшін олай айтып отырмын? Примерге келтірейін өзімді де. Мысалы, құттай кезде біздерде баяғыда кабельный ТВ деген болған жоқ, НТВ плюс болған жоқ. Мен өзім Лига чемпионовты ең алғашында Қазақстанда 31-ші канал көрсететін болды. 23:45-те. 23:45-те 31-ші канал. Сол жақтан ЛЧ-ны қарайсың, сосын оны көшеде көрсетесің ғой, андағы нәрселерін. Қазіргі таңда мен 4 жыл тазалықтамын. Мен қазір сол ощущение қайтадан алып отырмын. Бұрында мен ставка салғанда ставкама болеть ететін едім. Қазір мен өзім футбол қараймын, бірақ салмаймын. Сол бұрынғы құттай кездегі ләззатымды қазіргі таңда да алдып жүрмін. Керемет. Солай жауап бере аламын. Жалпы бәріміздің де есімізде ең бірінші мундиальдар, евролар, ставка, ол кезде енді ставка туралы білмейсің де ғой, мысалға. Кәдімгідей андай бір энтузиазммен қарайтын болдық қой. Ол кезде еще футболда дефицит қой. Қазір футбол деген не, телеграмға кірдің, я болмаса бір кездерін ВКонтакте кіріп қарап жүрдік обзорларын. Ол кезде обзор определенный бір уақытта болады. Я болмаса хабардың соңғы спортивный новостен қарайсың, я болмаса тең білді тотальный футбол. Камашев, Тимур Камашев. Ол кезде интернетте қатты жоқ. Мен 70 теңгеден гол деген журналды алатын едім. Результаттарды легендарный журнал. Сояқтан қарайсың. Сосын мастер футбол деген болған сияқты 500 теңгеден рахатта тұрды. Онда уже видишь, полноценный командалардың бәрін суреттері бәрі идеалды. Оны постер ретінде жинап қоясың ғой үйге. Анда составпен түскендерін бәрін, ол кезде қызық қой. Қазір енді қолжетімді ғой, бәрі интернетте бәрі бар. Мен сол кездерді әлі сағынамын, шын айтсам. Шынымен де кәдімгідей ерекше кездер болды. Гол болды, сосын Қазақстанда Проспорт деген газет болды. Ол қымбаттау болды. Қымбаттау болды, бірақ мен мектеп кезінде есімде Проспортты кәдімгідей сериясы тираж жинап, кәдімгідей сосын бір жинайсың да бір сақтап қоясың, ана мундиальдің сеткасы шығып тұрады ең бір ортасындағы цветной беттерінде. Сондай қызық кездер алған. Ай, Қайран,
балалық кез ай дейді. қазіргі балалар мысалға ондай жоқ қой. Біздің кезде футбол дефицит болған соң біз кәдімгідей ауырдық соны. Қазіргі балалар білмеймін енді, олардың подходы басқаша болуы мүмкін. Жалпы жарайды, енді бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз лудомания ғой, сондықтан енді футболды әлі бөлек талқылап жатармыз. Жалпы лудоманияның психологиясы туралы кішкене әңгіме өрбітсек, жалпы спорттық бір сайыс болған кезде бір андай болады, бір адреналин, эмоциялар деген, иә, сол сәтте ақыл мен эмоцияның қайсысы басқарады? Мысалы, ойын жүріп жатыр, ойын көріп жатқан адам примерно ойлауы мүмкін, так, мына қазір лайф қарап отырады, статистикасын қарап отырады, я ол шын мәнінде бір эмоция футбол көріп отырады, я эмоциясына тым қатты беріліп кетеді де бәстігіп жүруі мүмкін деген сияқты. Соны бір қалай ажыратсақ болады? Жалпы сосын лудоманияның жалпы бір психологиясы туралы шамалы әңгіме айтып жіберсең. Жақсы, енді басынан бастайық. Лудомания деген, ол аударатын болсақ, ақылсыздыққа дейін ойнау деген нәрсе ғой негізі. Лудомания деген Қазақстанда негізі осы термин бір 3-4 жыл болған болар келгені. Оған дейін ешкім лудоман кім екенін білмейді. Біздерде енді игрок, игроман деген нәрселер болды. А лудомания деген қазір уже грек тілінен алған сөз дегендей да. Барлығы сен айтқаның жаңа аналитикадан басталады ғой. Стратегия, аналитика дегендей. Өзімде сондай болдым. Мен вахтада жұмыс жасаймын. Будниларда мен уже банағы нелерді қараймын. Қандай матчтар болады. Яғни уикендтерді күтемін. Пятница түнді, суббота, воскресеньеларды. Сол жерлерді қараймын. Кімде травма бар, статистика қандай, дома, выезд, таблица деген нәрсе. Яғни сен уже заранее аналитика құрасың, стратегия құрасың. Так, значит, мынаған победа керек, не керек дегендей. Бірақ уже салған кезде бәрі басқаша. Либо шығады, либо шықпайды ғой негізі. И ол кезде уже сен сұрағына келетін болсақ, в основном эмоция ғой. Мен басында ақша үшін ойнадым. Ақша көтеру үшін, жағдай жасау үшін. Сонына қарай маған уже ақша не важно болды. Мен уже өзімнің эмоция үшін ойнап бастадым. Маған не важно, мен қазір қанша салып жатырмын. 10 миллион салып жатырмын ба, 1000 теңге салып жатырмын ба. Главное, маған салу керек деген уже точка да. Ол кезде болды, мен салдым, уже бана командаларды қараймын. Маған уже эмоция береді ол. Түбі эмоциямен ғой. Ол нәрсе жалғасатыны. Сен маған суммасы туралы айтып отырсың ғой. Ең аз тігісің мен ең көп тігістерің туралы шамалы әңгіме қозғасақ қалай болады? Без проблем, уже бәрі біліп нетеді ғой. Білетін бар. Енді алғаш 500 теңгеден бастадық бәріміз. Минимальный ставка. Мен уже сол кеңсеге барып, аяқтай барып 500 теңгемен салдық. Ең үлкен 8 миллион болды. 8 миллион теңге салдым, лайфпен салдым, есімде. Ұтылдың? Бірде 3 коэффициент дегенге салдым. Шамалы коэффициент, былай қарасаң. Әрі кетсе 2 миллиондай табатын коэффициент дейсің ғой. Шықпай қалды. Шықпай қалды. Ең обидныйсы, мен ол 8 миллионды бір айлап көтерген болармын. Ұтып дегенде. Лестница, да? Иә, сондай. Оны бір 20-25 минутта ұтыласың. 20-25 минутта? Тағдырым шешіп берді. Ең үлкен ұтылыс сол болды? Жоқ, сол кезде 8 миллион болған жоқ, ең үлкен ұтылыс. Бір салумен 8 миллион көп ұтылыс болды. Бір күнде енді көп кетті ғой. Ал жалпы сен осы құмар ойынға келгелі қанша ұтылдың? 12 жылда 150 миллион теңге кетті. 150 миллион теңге? 12 жылда? 12 жылда. Егер былай қосып нетсек бәрін. Мен андай ойыма никак андай сыя алмай отыр бар ғой. Мурашки отыр, осы сумманы айтсам. Әлі күнге дейін қазір просто уже білесің ба, дұрыс жолда жүргесін, адамдармен жұмыс жасағасын, осознание келеді да. 150 миллион теңге қазір қандай сумма екен. Ойын кезінде саған бәрібір. Ойын кезінде маған 150 миллион 150 теңге сияқты ғой. Өйткені ол ақша ана жақта виртуальный счетымда тұр. Ол былай қағазбен болса бір жөн дейсің ғой, ойланасың дейсің. Хотя бы бана 200 мыңды или 300 мыңды қолмен ұстасам нормальный сумма ғой. 150 миллион деген енді. 150 миллион, иә. 13 жылда 150 миллион. 12 жылда 150 миллион ұтылым. Ал үлкен кәдімгідей проигрыштар болған кезде сол ұтылған суммаларын сен кезінде жинап жүрген ақшаларың болды ма? Әлде ставка қояр кезде сен біреуге хабарласып қарызға ақша сұрайтын болдың ба? Қайдан тауылып жатты ондай ақша? В основном енді адамдар өздері жұмыстанады.
өзім зарплатам кетіп жүрді басында. Жалпы жалақың жақсы болды өзіңнің? Енді вахтада жасағасын шүкір жақсы болды негізі. Ол кездерге жақсы болған бар. Ұтылғаннан кейін любой игроман ұтылған ақшасын қайтарғысы келеді. Яғни отыграться деген нәрсе бар. Казиноның темасы ғой? Казиноның темасы, иә. Маған енді тездетіп нету керек, а то мен ұйықтай алмаймын, жүре алмаймын, бір жерге бара алмаймын, егер бана ұтылған ақшамды қайтара алмасам. Өйткені менде уже мына жаққа сынып қалған ол тема. Мен не істеймін, уже адамдарды, бірінші адамдарын қарызға сұрап бастаймын. Содан кейін ол да былай ғой, по цепочке кетеді. Өзінікі кетеді, адамдарын сұрайсың, адамдарды алдайсың, өтірік айтасың, сондай моменттермен. Басында өзің ақшаң кетеді, сосын уже басқа адамдардікі кетеді. В основном енді көп қиналған менің достарым, бауырларым және де туыстарым. Бірінші орынға енді анамды қоямын, сол кісі. Бірақ бір нәрсе мені мазалап отыр. Әлі күнге дейін ол кісілермен байланысың үзілмеген шығар, иә? Анаңмен енді само собой үзілмейді ғой, анаң әрқашанда түсіністікпен қарайды, өзінің туған баласы, бірақ ағайындарың... Тұрғыт, ондай нәрсе бар, әр нәрсенің өзінің шыдамы мен шегі бар. Анам да қатты шаршап кетті. Мен осындай ойында жүргеніме, қарызда жүргеніме. Іште жақсы көрген бар, бірақ сырттай көрсеткен жоқ. Ол да қорықты, қазір слабость берсем, қайта ақша сұрайды, алдайды деген нәрселер сияқты. Енді ана дегесін, өзі андай сөзі бар ғой, ішінен шыққан сыр жылан деген. Сен жақсы бол, жаман бол, ана сені құрсағынан шыққаннан кейін жақсы көреді. Қанша көрмегенше. Ол кісіні 10 жылға қарта айттым, ойының кесірінен. Ол да бар. Сол туралы да қазір алдағы уақытта айтармын. Туыстармен арақатынас, олар көрсетпейді ғой, олар саған айтпайды. Я, ағаларым ашығын айтты, өйткені олар еркектер. Еркек болғасын ашығынан айтады. Бірақ апаларым болсын, іштей білдірткен жоқ, бірақ мен көріп жүрдім уже. Сөйлегендерінен, менімен кездескен кезде қалай екен. Масаланып сөйлеседі сондай. Иә, енді өйткені олар білесің ба қалай. Мен айдаған жоқ, өздерінің туған сестренкаларын аяды ғой, мамамды аяғаннан. Енді даже ағам есімде сөзі. Мен саған сен үшін көмектесіп отқан жоқпын. Мен апам үшін көмектесіп жатырмын деген сөз болды. Ауыр екен. Қатты тиді сол сөз. Бірақ ол кезде ойындамын, маған бәрібір. Қазір тиеді, ол кезде бәрібір. Ол кезде наоборот тездетіп көмектесейші, тездетіп жауап берсейші деген ой ғой. Потом мен қайтадан соны алып қайтадан ойынға салайын дегенде. Қазіргі таңда Құдайға шүкір, доверие деген сразу келмейді. Іштегі балдарға да айтарым сол. Ата-анасын үмітін, довериесін бауырларын бірден келмейді. Өйткені любой адамда сомнение деген нәрсе бар. Мен өмірімде дәл солай болды. Менің қазіргі принципім сөзбен емес, іспен дәлелдеу. Соңғы 3 жылдықта осы нәрсені дәлелдеп келе жатырмын. Мен әлі жоғалған жоқпын. Мен әлі бармын, әлі де көрсетемін. Қоғамның бір бөлшегісің. Сол нәрселер олар қазіргі жасап отқан нәрсем сенімді қайталап келіп отыр. Жақындарым, туыстарым көзінше. Бірақ подкастта қазір бәрін что-то мен ашық айтып отырмын саған. Жоқ, егер ұнамаса, жоқ, бәрі дұрыс. кесіп тастай аламыз. Сол наоборот айта берейік. Мен жақындарымнан даже ашығынан да кешірім сұрап көрмеппін. Мүмкін осы моментті бір сәтті пайдаланып отырып, бәрінен кешірім шығарсың. Жақындарымнан, бауырларымнан, барлығынан. Енді подкастпен емес, өмірде де кешірім сұраймын, бірақ әр нәрсенің уақыты бар. Оған да арнайы бір уақыт дайындап отырмын өзім. Бәрін жинап дегендей. Негізі мен сол қазір мақсатым өзімді реализовать етіп отырмын бұл өмірде, ойынсыз өмірде. Құдайға шүкір, барлық арман мақсаттарыма жетіп отырмын. Сол бір пункті бар, осы менің жақындарым, туыстарым деген. Оған да арнайы бір нем бар. Кешірім сұраудың бір бөлігі. Енді кешірім сұрау деген өзің білесің, кешіре ғой, енді қайталанбайды деген сөз өтпейді ғой. Өтпейді. Қанша олар да ойлашы, 12 жыл мен өміріме өмір сүріп, 12 жыл оларда страдать етті. Бір кешіріңдер деген нәрсе өтпейді. Сол себепті менде де өзім бір ойларым бар. Сол Құдайға шүкір, алдағы уақытта жүзеге асады деген ойдамын. Сол кезде барлығын жинап, енді біздің үй деген негізі үлкен үй ғой, әжемнің үйі. Сол кезде барлық жақындар жинап, енді бір жақсы бір нәрсе болады деген ойдамын. Жалпы әжеңнің үйі осы Атырауда ма? Атырауда, қалада. Барлығымыз, бауырларымыз бәрі сол үйден өстік, сол жерден тәрбие алдық дегендей. Қытай кезде бәріміз енді лудомандар барлығы
до игровой зависимости бәрі жақсы болған адамдар ғой, жағдайы болғандар, оққан тоққандар, премьер болған адамдар. Лудомания деген ауру, ол жақсы адамды жаман адамға моментально аударып жіберетін тәуелділік, өте ауыры сол. Бізде де кезінде жақсы адам болдық, менде інілерім бар, сестренкаларым бар, мысалы олар да бізден премьер алатындай жағдайда болдық. Соңғы болған оқиғадан кейін енді 12 жыл деген өмірім жартысы ғой. Басқа жаққа жол тарттық, қазір енді қайтадан бәрін құрап жатыр, чистого листа. Енді даусым кетіп қалды, айтпеңіз. Қатты сезімге өліп кеткен сияқтымын. Айтып жатсың ғой, 150 миллион теңге ұтылдым деп қарызға қатты кірдің. Ауыр сұрақ болуы мүмкін, бірақ осы уақытқа дейін сол қарыздарың кішкене болса да жабылды ма? Бәрі жабылды. Бәрі жабылды. Бәрі жабылды, енді бәрі жабылған жоқ. 60%-ын кешірді ғой адамдар. Кешірді. Ең маған әлі де тиетіні сол өзіме. Осы жақында емес, 2 ай бұрын шын айтсам өз-өзіме қаландай эмоцияға берілдім, шүкіршілікке. Менде адамдар әлі кешіреді екен, менде значит абыройым кетпеген екен деп. 40%-ын енді адал жолмен жауып, 40%-ын енді дұрыс ойынсыз өмірмен жаптым. 2 ай бұрын соңғы кредиттерін төлеп тастадым, болды. Керемет. Кайф бәрі. Өмір кайф. Кредиттер туралы тағы да бір бөлек сөйлесерміз, есіме салып қой дейсің. Ол да бір азарттың бір түрі ғой. Ендеше сен айтып отырсың ғой, анаң туралы 10 жылға қартайып кетті деп. Сол қалай болып кетті? Оның қартайып кеткенін қайдан байқадым? Менде емделуім ол бір бөлек әңгіме, история. Өзім ойында қоймағаннан кейін біз амалдарын іздедік, не істеу болады, қалай болады. Өйткені мен туыстарымның, анамда кошелегі бесконечный емес қой, ол да бітеді. Сол кезде лучше қарызын жаппау керек, лучше біріне амалдарын қарау керек деді. Сол кезде менде де шаршадым мұндай өмірден. Өзім интернеттен іздедім. Осы ойымен көмектесетін орталықтар, нелер, Алматы қаласымен сөйлестік. Директормен өзім сөйлестім. Өзім сұрақтарымды қойдым, ол сұрақтарға жауап берді, көңілімнен шықты. Сосын сол жаққа ұштық Алматыға. Алматыда емделдім. Толық курсын алып, реабилитацион центр, 16 орталығы, жастардың айтуымен рехаб дейді қазір. Рехаб. Ол жақта 3 тәулік бірге емделеді, алкоголизм, наркомания, игромания. Келдік, 2 этажды үй, андай ғой, менде ассоциация Люди Икс қараған көрсің кезінде. Мутанттар жиналады ғой, кімге? Коляскадағы. Савер ма? Иә, сол сияқты менде что-то сондай жерге келдім ба дегендей кірдім. Еркектер жүр, әйел адамдар жүр сол жақта. Енді жылы жүзбен бәрі жақсы қарсы алды жалпы. Сол жақта мен жаңа өмірім басталды деуге де айтуға болады. Сол жақта енді көп септігін тигізді сол жақтың адамдары дұрыс жолға түсуіме. Қашан рехабқа бардың? 21-ші жылы. Жалпы бір ұсынды ма ол жерде, әлде өзің сонда шешім келдің? Жоқ, мен өзім бастадым. 21-де даже Қазақстанда рехаб деген нәрсе қатты дамыған жоқ. Осы соңғы 3 жылдықта бар, даже 2 жылдықта деп айтайын. Рехабтар толып кетті, рехабтар ашылып бастады, сол жақтан шықты дегендей. Ол кезде қатты ол неткен жоқ, андай дамып дегенде бар. Өзім бардым. Қаншалықты ұзақ болдың рехабта? 6 ай болдым. 6 айда өзіңді толыққанды емделіп шықтым деген сондай бір сезім болды, иә? Сондай бір нәтижеге қол жеткіздің. Әлде кейінде курстары болды ма? Кейінде курстары болды. Мен сол жақта өте бір жақсы кісімен таныстым. Майя Александровна деген. Әлі дейін. Ол кезінде мені дұрыс жолға түсірген адам болса, қазір біздер коллегамыз, ойлап қарашы. Сол кісімен бітіргеннен кейін полный курсымды сол кісімен дополнительно заниматься еттім. Яғни рехабтан жақсы сөздері бар айтқан. Тимур, сен ойлама, рехабтан шыққаннан кейін бәрі күшті болады, бәрі сені құшақ жая қарсы алады, бәрі баяғыдай болады деп. Ол наоборот одан да қиындау болады дейді. Өйткені сен тазалықтасың дейді, в чистоте. Сол себепті ол кісі де мені дұрыс жолға дайындатты ғой. Рехабтан кейінгі өмірге, дұрыс өміріме. Ол кісі менде 3 ай занимация еттім. Енді плюс-минус 1 жылға жетпей. Ол тегін ба рехабтан өту? Жоқ, ол да ақша. Енді ақшасын аз өтшітпей қойын, бірақ та шама енді. Бірақ мен ойлаймын, қазір білмеймін қалай екен. Ол жерлерде оно того стоит деп ойлаймын. Менде қазір адамдарға айтам, жалпы емге ақша аямау керек деген. И так ауаға кетіп жатыр ғой, бір шама миллиондап. Лучше емді көріңіздер.
бірақ ол кезде де гарантия жоқ қой. Көп ата ана сұрайды, гарантия бар ма, Тимур? Ол адам өзіне байланысты. Қалай сол процессті алады, қалай меңгереді. По сути тұрғыт бізде қазіргі өмірде де гарантия жоқ. Қазір мысалы екеуміз сөйлесеміз, одан кейін не болатынын білмейміз. Тәуелдікте де дәл солай. Сол сояқтан шықтым. Мен сұрағымның қандай болып еді сен? Рехаб. Рехаб қой, рехаб қаншалықты қашан сен емделе бастадың дедің? Иә. Содан кейін қаншалықты ұзақ өттің дедің? Суммасын сұрағың келді. Сұрағым қандай болды? Соған келтірдім мен рехабты. Так, жалпы лудомания психологиясы ғой. Жақсы. Иә, сол рехаб жалпы дұрыс өмірінің бастауына бір себепші, ол түрткі болған процесс. Әлі күнге дейін ол кісілермен араласамыз, қазір біздер коллегамыз. Жалпы сол жақтан шыққан адаммын. Енді екінші момент бар, қазіргі таңда хейт көп рехабтарға. Оларда бизнес, тағы ойнап кетті, там ішіп кетті, тағы бір нәрселер дегендей. Біздер себепшіміз адамның дұрыс жолға түсуіне, ары қарай адам өзіне байланысты. Келсем, радикалчикида емделетіндер бар. Ата-анасы үшін, әйел үшін, кетпеу үшін дегендей. Но өзі үшін біз. Адам өзінен бастаса, результат болады деген ойдамын. Өзі кәдімгідей дұрыстай амал етсе, жақсы этаптардан уақытылы тиесілі өтіп тұрса, жақсы нәтиже болады дейсіз. Нәтиже болады, әрине болады. Ал жалпы мұндай сұрақ қояйыншы енді. Мүмкін кішкене логикаға сай келмейтін сұрақ шығар. Адамның қаражаты көбейген сайын көп ойнай ма, әлде қаражат тапшы болған кезде адам көп ойнай ма? Ең жаманы қаражатың көп болған сайын сен көп крупно ойнайсың ғой. Толерантность өседі. Менде де зарплатым да көп болды, менде толерантность өседі, одан сайын қатты кіріп бастадым. Ең жаманы сол негізі. Мен любой ойыншы келісетін болар деген ойдамын. Өйткені ол нәрседе мен басыма өтті. Мысалы, примерно айтайын енді, среднем 880 миллионға жақын зарплат алсан, сен соның жартысын саласың. Ұтылсан, уже почти бәрі кетеді. Басында 20-30% кететін болса, соны қарай уже 100% кетеді. Ойлаш, 28 күн маңдай термен тапқан ақшанды бір-екі күнде ұтыласың. Ол өте ауыр нәрсе. Любой игроман мелочтан бастайды ол. Сосын ары қарай уже кетеді. Бірақ енді басқа жағынан қарайтын болсаң, студенттер бар. Ондай көп ақшалар жоқ, бірақ та үлкен ақшаны тауып жатады ставка қоюға. Қазір бәрі қолжетімді ғой. Қайтадан екеуміздің немізге келетін болса, ол кезде микрозайм нелер деген қатты дамыған. Мен есімде, біз алғаш микрозайм алған кезде кәдімгідей несіне барасың, кеңсесіне, несіне дегендей. Ол кезде қазір любой адамға бере береді ғой, микрозайм. Сен студент бол. И то қазір бір жылдықта өзгерем бар, бана несімен, Bitface ID-мен, несімен дегендей. Оған дейін бәрі қолжетімді болды. Сосын қазіргі таңда енді алаяқ мошенниктер өте көп қой. Баяғыда емес қазір. Студенттер мысалы қазір стипендиясын ұтылып қана қоймай ұрлайды, нетеді. Енді маған біршама адам консультация келеді. Түрлі оқиғаларды, историяларды естимін. Шын айтсам, кейде өзіме де біртүрлі. Лудомания қандай нәрсеге алып келетіні. Ең ауыр сондай бір история қандай болды? Ең ужасающий дейді ғой, кішкене орысша сөздерді қоса кетейін. Кәдімгідей денені түршіктірер бір сондай сәттер болды ма? Консультация келген адамдар. Иә. Өздерінің саған ашығымен айтқан әңгімелерінен. Бәрі бұл енді конфиденциальный болады, адамның атын айтпаймыз, бірақ та мінекей сондай сәт бір адамның басына өтті. Енді маған ауыры тигені, досы алып келгені бізге ішке. Анасы қайтқан. Папасы араласпайды. Жалпы сол лудомания бір тоже септігін тигізген ғой осындай болғанына. Ол до последнего ойлады, ойынды өзім қоямын деп. Бірақ барлық адамнан айырылғаннан кейін келіп тұр. Ето дос алып келіп тұр. Мен үшін сол ауыр тиді. Екіншісі енді әкесінің қайтқаны бар. Шаршап кетті, жүрегі шыдай алмай қалды. Сол моментпен келгені бар. Ол да енді жас жігіт емес, былай қарасам. Сол да маған қатты ауыр тиді өзіме. Ендеше мынандай сұрақ қояйыншы. Көбінесе ставка қоятын жігіттер. Бірақ қыздар да бар ма? Рехабтан өтіп жатқан, әлі емделіп жатқан, жалпы қыздар статистикаға қарайтын болсақ, көп қоя ма? Бәсті. Статистика қазір 2 жылдықта уже баланс қой, еркектер мен әйелдер. Қыздар да қояды. Қыздар, енді в основном маған хабарласатындар декреттегілер,
30-40-тағы үлкен әйелдер. Олар сонда неге қояды? Тенниске қоя ма? Олар футбол ондай көп Спортпен қатысы жоқ. қатысы жоқ адамдар. Шарик ойнай ма, сонда не ойнайды? Онлайн казино бар. Онлайн казино. Пинап, авиатор деген нәрсе бар. Мен есімде уақытыдамын Қарауатанда уборшы әйел авиатор ойнайды. Ескеріп кететін жайт, қазіргі аталып жатқан барлық букмекерлік кеңселер, онлайн казинолар, біз оларға қарсымыз. Біз қолдамаймыз, ешқандай да жарнама емес, бірақ та мінекей сондай онлайн бір платформалар бар екенін және қауіпті екенін біле жүріңіздер, сақ болыңыздар. Әсіресе ана пиратский кино қарайтын сайттарға кіргенде казинолар, бір сілтемемен басасың, казинодан атып шығасың, банковский картаны тіркейсің, бітті, қадаласың ақша. Сондықтан сақ болыңыздар, құрметті көрермендер. Сіздердің финансовый саулықтарыңыз, қаржылай саулықтарыңыз біз үшін өте маңызды. Темеке, жалпы сіз айтып отырсыз ғой, емделе бастадым 2021-де деп. Яғни 2021-де сен өзің мен конкретно дноға түстім дейді ғой, айтқанда, прям дноға. Мен кешірім сұраймын, мен сен сұрағанда есіме түсті енді. Ананың 10 жылдыққа қайтып кеткен. Жарайды. Онда мына сұраққа қайтып оралыңыз. Мен де ұмытып кеттім ғой ол сұрақты қойғанда. Ребаны не үшін айттым? Маған өзіңді рехабта жақсы көрсетсең, саған да енді навстречу шығады. Реабилитационный центрға түскеннен кейін мен ата-анаммен сөйлесе алмадым. Мен сол жақта тапсырма жазу арқылы түсіндім қандай адам екенімді, қанша адам көз жасына қалғанымды. Менде возможностьтар болды сөйлесетін, бірақ өзім отказа бере бердім. Мен көрдім қазір эмоцияға беріледі. Мен эмоцияға берсем, мамам эмоцияға беріледі. Ол нәрсені қаламадым. Сосын бір уақыты келді уже екінші айда. Видеомен сөйлестік. Алматыда жүргенде сол, рехабта жүргенде. Рехабта жатқанда видеомен сөйлестік, бір шаруамен соққан сияқпыз. Әйтеуір точно поздравление емес, бір шаруамен соқтық. Сенің мамаңа қатысты шаруаң болды сонда. Солай болар. Көмек сұрайын деп. Жоқ, көмек сұрайын емес, біреу қарызын сұраған болар, сол адам туралы ма, мен точно білмеймін, енді бір шама өтті ғой. Суть басқада, суть видеомен мамаммен сөйлескенде, мамам қатты қартайып кеткенін көрдім видеодан, және де арықтап кеткенін көрдім. Қасында еще апам бар, сол екі процесс әлі елестейді көзіме. Мен ажер сразу видеоны қойып тастадым. Мамамның состояниесі көргеннен кейін. Мен білесің ба, рехабқа қалай жаттым? Мен өзім қарыздармен қалдырып жаттым ғой. Ешкім білген жоқ, мен даже достарым да білген жоқ, мен емделуге кеткенім. Біздер сөйлестік, келесі күн сразу ұшып кеттім мен. Қарызым бәрі жайында қалды, уже қарыздармен дос балдарым сөйлесіп бастап жатыр. Мамам бір жағынан, то есть бір жағынан мен оларға да қиыншылық қалдырып кеттім ғой, қарыз жөнінде. Бір шама адам іздеп жүрді қалада, олар через мен достарым арқылы, мамам арқылы, семьям арқылы бана қарыздарын нетіп жүрді ғой. Шешіп жүрді. Бәлкім сол кезде бар, мамам соққаны, мына кім маған осындай танисың ба, действительно сұрап жатыр ма дегендей нәрсе ғой. Сол кезде ұсқыны көргенде қойып тастадым. Мен 2 апта іште қатты қиналдым, көз жасы қалып. Спортзал бар, спортзалда жүрдім, неттім. Жалпы ауыр сәт болды сол кезде. Сол кезде түсіндім, менің кесірімнен біреу страдать етіп жатқан. Ол менің анам екен. Сол момент қатты тиді маған. Содан кейін, возможно, содан кейін болар, мен усиленно жұмыс жасап бастадым өзіме, анаяқта. Көп ойлайды, рехаб деген там бір гостиница сияқты, там санатория сияқты жер деп. На самом деле ол олай емес қой. Қандай на самом деле? Үлкен бір пытка ма? Ол шағын армия. Ол шағын армия, сен таңертең тұрасың, там зарядканы жасайсың, өзің тамақ пісіресің, анда өзің үй жинайсың, дұрыс жасамасың, наказание бар, бәрі серьезно. Анда бәрі ортақ қой. Сен жасына қарамайды, еркексің бе, әйелсің бе, қарамайды. Бәрі тең. Сол нәрседе мен закалить етті негізі. Өйткені ойыншылар бұл өмірде екі нәрседен айырылды. Ол жауапкершілік, ответственность және құндылық деген нәрсе бар, ценность. Сол жақ маған көп нәрсе көрсетті, үйретті. Өмірлік құндылықтарын жоғалтқан жандар. Мен шыққаннан кейін уже үйде үй жуып, тамақ пісіріп бастадық қой. Аяқтан шыққаннан кейін уже заложено ғой. Бұрында да жасап жүрдік, но мұнда уже басқаша заложено болғаннан кейін. Ол система әлі де бар. Ал рехаб кезінде андай моменттер болды ма? Онсыз да сен реабилитациядан өтіп жатсың, бірақ та бір моменттер болады, тігі жиренші деген. Шын айтсам, менде ондай ой болған жоқ. Өйткені рехабқа түскеннен кейін сенен телефон бәрін алып алады ғой. Сенде андай живое общение басталады. Өзің сияқты адамдармен.
тәуелді адамдармен. Ондай ой болмапты. Бірақ естігенім бар, адамдар просто ради галочки сол жақта жатады, шыққаннан кейін қайтадан ойнап кететіндер. То есть ол деген, білесің бе қалай, уақытты сол жақта өткізу деген момент қой. Иә, не болса да енді бір үлкен бір тәжірибе болды дейсің ғой оның өзі. Иә, ол өмірімдегі тәжірибе, дұрыс жолға түсуіме. Иә, ешкімнің де басына келмесін деп айтсам қалай. Енді бірақ бұл қазір сол процессте жүргендер бар ғой, по-любому олар реабилитациядан өту керек қой, солай емес пе? Қазақстанда қазір любой семьяда бір лудоманнан бар. Бір лудоманнан, бір семьяда. Любой семьяда қазір бір лудоманнан бар. Біздер оны ауруын жасырған келеді, оны скрывать еткенде ешқандай пайда жоқ. Андай термин жоқ па, сөзіңді бөліп жатқаным айып етпе, латентный лудомандар дегендер бар ма? Бәрінен тығылып тігіп ойнайды, бірақ та мойындағысы келмейді, жасырады. Бәрі сондай. Бәрі сондай ма? Бәрі сондай. Біздер тек ойын түбіне жеткенде ғана белый флагымызды көтереміз ғой. Все, маған көмек керек, не істесеңдер өздерің біліңдер дегенде. Барлық нәрсе деген ол ажырасу бар, машинадан айырылу, үйден айырылу, ата-анадан айырылу деген сол кезде ғана осознанность келеді. Оған дейін бәрін жасырамыз. Тимур, енді сен өзің айтып отырсың ғой, кәдімгідей ең қиын сәттер, ауыр сәттер сондай бастан өтті деп. Вот конкретно мен түбіне келдім, жеттім деген сәт қай кезде сондай орын алды? Қандай кезде сен түсіндің, действительно мен түбіне жеттім дегенде? Мұндай сәттер мен өмірімде көп болды негізі. Былай ойлап қарасам. Енді барлық жасаған қателіктерім, қиыншылықтар бәрі сол ойыммен тікелей байланысты ғой. Енді өзімді қазір сен сұрағаннан кейін келіп тұрғаны ойыма, Ақтаудан Атырауға бақта келдім демалысқа. Ол кезде ағаларымды уже бәрін ақшаға отырғыздым, біршама қарызбын. Олар оказывается Атырауда жүргенде бір-бірімен сөйлескен екен. То есть цепочка ғой, бәрі бір-біріне жасырған. Мен еще каждыйын айтам ғой, айтпа қойшы, кімге айтпа қойшы дегенде, между нами дегенде. Сосын бір момент болды, 4-5 ағаларым бәрі бір-бірімен, апаларым бәрі жиналады, сөйлеседі. Тимур менен де алды, не болып кетті, ондай жоқ еді. Сосын вахтадан келдім, үйде уже тамақ не дайын. Как обычно, апам, мама бәріміз тамақ ішінде отырып ужинда. И жаңағы туыстарым келеді ғой үйге. Туыстарым келеді, екі ағаммен амансайын деп отырам, суға амансады. Қолын беріп бүйтіп. И сол кезде ана үлкен апам, мен мамам апасы үйге келеді де. Мама ойлап отыр ғой, балам вахтадан келді деп, ол мәз болып отыр қонақтар келгеніне, бірақ повод басқа. Сол кезде айтады, бәріміз залға келіңдер, сөйлесейік деп. Сосын мама айтады, не болды, тыныштық па деп. Давай баланы өзі түсіндірсін дейді. Сол кезде уже маска бәрі ашылады ғой, менде уже андай бір сылтау нететін дым жоқ. Кімнен алыпты, осыдан алыпты деп бәрі сол жерде бір-бірін айтады. Менде шанс жоқ, сол кезде енді түсіндім. Сол түбіне жеткен сияқтым болды уже. Қанша адамды алдаймын уже, қанша адамға қиянат жасаймын дегенде. Сол жерде үлкен бір атам айтқан орай, далаға шығып кеттік біздер. Еркекше сөйлесейік деп. Қазір таяқ жейтін адамсың ғой дейді. Просто қолым бармай жатыр, әнем болғасын деген сөзі бар. Солда сақтап қалды негізі. Айта берсем көп, бірақ қазір есіме түсіп жатқаны сол. Просто мында қайтадан обратно мама қиналды, қайтадан жақындарым қиналды. Негізі сол сәттің болғанына қазіргі таңда қуанам. Егер ол кісілер келмесе, мен ары қарай басқа адамдарды уже алдайтын болармын. Сол енді соны айтайын. Жалпы тумаларының көзінше мойындау толыққанды қатты ауыр болды ма? Маған ауыр, шын айтсам, маған ауыр болды. Өйткені мен олар үшін красавчик болдым ғой кезінде. Тимур деген адамдар уже мынаяқтан кейін уже даже амандасқан кезде де саған уже стрёмно қарағаны, мен үшін уже ол да қиын. Өйткені мен құттай кезден адам болып қалыптасқаныма, олар мені жақсы қабылдап жүрді. Дұрыс адам ретінде. Ойынға көңіл бөлгеннен кейін уже қандай адам екен, қандай адамға айналғанын көргеннен кейін уже басқаша.
мен ол нәрсені қабылдай алмадым. Мен ойладым өмір бойы осы жақындарыма красавчик болып жүре беремін деп. Но на самом деле олай емес екен. Шын айтайын, әлі күнге дейін ұяламын, қысыламын. Андай сын айтқан жоқ па? Кезіндегі Тимур қайда кетті осы деген. Сондай ауыр сындар болған жоқ па? Қазіргі жүрсің мынау. Анам айтты, анам дос балдарыма жылап айтқан ғой. Класстарыма. Маған бұрынғы Тимурды алып келдіңдер деп. Бұл сөздің мағынасын ол кезде түсінбейтін едім, қазір тазалықта терең ойласам түсінеді екенсің негізі. Значит, мамаға бұрынғы Тимур керек болған екен деп. Ол кісі де шаршаған екен дегендей. Бұрынғы Тимур болу кезіңнен бастап мына ставочник Тимур этапына өтуіне біреулер себепкер болды ма, әлде ол өзіңнің жеке шешімің болды ма? Өте жақсы мағыналы сұрақ. Көп лудомандар өздерінің ойыншы екенін біріншіден мойындамайды, екіншіден біреулерден көреді. Сен өзің біреуден көрдің басында? Любой лудоман әлде көретіндер бар. Менде де солардың қатарында болдым. Мен өзімді неткен жоқ, мен постоянно ақтап жүрдім өзімді. Жоқ, осы біреудің себебі, там біреуге қарап ойнадым, неттім, былай дегендей. Ол ең үлкен қателік. Адам өзінен бастау керек негізі. Ал вот именно ойыншылар, біздер өкінішке орай ондай емеспіз. Біз өзіміздің банағы эгомызды баса алмай тұрдық та. Біздер біреуден көрсек, сол нормально сияқты. Перекладина ответственности деген нәрсе бар. Психологиялық тұрғыда жеңілдеу дейсің ғой. Иә, жеңілдеу. Сен өзіңді қабылдағың келмейді, ойыншы екеніңді қабылдағың келмейді, проблема бәрі сенің кесірінен екен. Негізі соны қабылдап білген, соны түсінген адам ғана бұл өмірде жеңіске жетеді. Айтады ғой, өзімен күрескен, өзінің нәпсісін жеңген адам мен үшін батыр дейді ғой. Әрине, ол өте оңай емес не болса да. Ең алдымен өз-өзіңді мойындай білудің өзі бір үлкен ерлік қой. Ерлік. Ал ауыр сұрақ болуы мүмкін, бірақ та бүгін саған бәрі болады. Бүгін бәрі бола ма? Өзің енді қарсы емессің. Сондықтан андай сұрақ қойайын. Жалпы қатты бәс тігіп жүріп, қатты үлкен қарыздарға кіргеннен кейін, үлкен жеңілістер болғаннан кейін өзіңнің өміріңді қию туралы, өз-өзіңе қол жұмсау туралы сондай ойлар келді ме? Подкасттан кейін Инстаграмдағы екінші, үшінші посттарымды көрсең, сол туралы айтылған. Астанадан қонағымыз келді. Өзім сияқты ойыннан шыққан, қазір адамдар көмесіп жатқан Азамат деген бауырым. Сол сұрақты технично қояды ғой. Мен байқаған жоқпын камера түсіріп жатқан. Сол кезде шындықты айтып қоямын. Ол да қазір біршама қаралым жинады негізі. Иә, бұл нәрсе болды. Скорее всего, ол манипуляция болған бар. Ата-ана көмектессін деген. Мен біреудің ақшасын ұтыламын, коллегамның. Біздерде ол да лудоманияда развиваться етеді ғой. Ол қалай мен саған түсіндірейін. Бұрында мен адамдардан ақша сұрасам, до зарплаты деп. Яғни бір айдан кейін қайтарам, там 10-да зарплата сема вахтовиктер 10-да берем деген. Содан кейін уже бізге ұтылыстан кейін сен уже бір аптаға созасың. 7 күннен кейін берем. Одан кейін 5 күн, одан кейін 1 күн, одан кейін 3-4 сағаттан кейін қайтарам дейсің. Уже тездетіп ойнап ұтылған ақшаны қайтару үшін. Менде де дәл сондай ситуация болды. Мен вахтовик досым бар, маған 600 мың береді. Яғни бізге зарплата түсті, мен зарплатым ұтылдым. Сол күні қайтадан сол жігіттен сұрадым. Ол 600 мың берді. Біле ма сенің ойнайтыныңды? Ол кезде ешқайсысы білмеді. Біздер жасырамыз ғой максимально. Ол білген жоқ. Мен ол кезде біреуді ауырттым ба, или үй салып жатырмын дедім ба, бір өтірікті айттық. Енді біздер сол кезде моментпен келеді ғой өтірік айту. Лишь бы бізге ақша берсе болды. Сол кезде ақшасын береді, мен соны ұтылдым. Сол кезде мен десем, мен шаршап кеттім. Сол кезде мамаға емес, апама хат жазам WhatsApp-пен. Телефон соғу уже күш жоқ. Текстпен легче. Бір беттік почти текст жазам. Рахмет осындай тәрбиелегендеріне, бірақ үміттерінде ақтамағандарына мен кеткім кетіп тұр деп. Как раз мен ол кезде үйде жалғызбын. Жоғарыда уже банағы карнизге уже кеткім келді. Детальдарын айтпай қояйық. Бұл жерде енді жас балдар, қыздар қарауы мүмкін, олар ондай детальдарын айтса түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан детальдарын айтпай қояйық. Жалпы менің сұрағым келгені, сондай үлкен ұтылыстардан кейін сондай ой келді ме деген ғой. Жалпы. Қатты кетсең, қатты ойыншы болсаң жиі келеді. Жиі келеді. Любой ойыншыға жиі келеді. Жалпы негізі былай хабарлардан, жаңалықтардан шығып жатады сондай
адам өз өзіне қол жұмсады деп сөйтіп түбін қазбалайтын болса, я біреуге үлкен қарызы бар, я бағанағыдай бірдеңе бүлдіріп қойды, я болмаса лудомандар деген сияқты. Бұл сонда лудоманияда бір наркомания сияқты бір қатты ауру болып тұр ғой. Түбегейлі ем талап ететін. Үш тәуелдікте бір-бірімен ағайынды ғой. Алкоголизм, наркомания, игромания. Үшеуі бір-бірін чередовать етеді. Егер сен ұтылсаң, бағанағы наркотикке барасың или алкогольге, сонымен өзіңді успокоить еткің келеді. Тағы да айтып кетейік, біз наркотикке де алкогольге де қарсымыз. Или ішіп алып та ойнайтындар бар. Ішіп алып ойнаса андай қол шығады деп ойлайды. Демалып отырмын ғой дегенде. Сол себепті бір-бірімен былай чередоваться етеді ғой үшеуі де. Бірақ та енді жаңа екеуміз де дуэта сөйлескендей, игромания хуже алкоголизм, наркомания дейді. Жалпы лудоманияның да емделуі қиын, наркоманияға қарағанда тіпті. Ол да енді тілсіз жау ғой. Қалай қашан келгенде өзің байқамайсың, және де қалай қашан осындай қарызға жетіп қалғанын да байқамайсың. Мен бұрында адамдарға өзімнің қарыздарымды жазатын едім заметкаға, кімге қанша қарызмын. Бұрында енді біздерде не болды ғой, баланс болды ғой, зарплаттан қайтарамын нейтем дегенде. Уже бізде стадия безумия кетті. Безумия стадиясына саған бәрібір сен уже кімге қанша бергенде ұмытып қаласың ғой. Потому что анда уже алған адамдардың саны көбейіп бастайды. Сол кезде. Жалпы подкастымыздың бас жағында кредиттің тақырыбын қозғаған болатынбыз. Кредит ала беру де ол да бір азарттандырып тұр ғой. Кредитомания деген тәуелділік бар. Осы жақында келді маған. Мамасы қызымен кетті. Үстіне кредит ала береді. Екінші кредитті мына кредит жабу үшін алады. Білмейсің, сторисімді көрдің ба, көрген жоқсың ба? Сол кісімен сол шағын сұхбатымды салып едім. Ол қыз енді тәуелді деп ойладым, ойынға деп. На самом деле ойынға емес, ол бағанағы инстаграмның нелері ғой, сол маркетингіне, рекламасына, адам блогерлардың өміріне қызыққан адам ғой. Жарнамалардың құрбаны. Жас қыз ғой енді 23-тегі. Не үшін дегенде богатая жизнь дейді. Мен қазір қолымда ақша болмаса, мен өзімді не по себе сезінемін дейді мысалы. Сол үшін ол микрозайм алады, кредит алады. Шашқа бару керек, қолға бару керек, там ақша болу керек. Соңғы айфон болу керек. Рестораннан тамақ ішу керек, үйден емес дегендей моменттер. Осылай енді 4-5 миллион ақшаға кірген. Енді зардабын көріп жатқаны өзі емес, анасы ғой. Анасы да қабылдап тұр бұл тәуелділік екенін. Кредитоманияда ол да бір емді талап ететін нәрсе ма? Ол да психология, ол да мына жақпен жұмыс жасау ғой. Не үшін олай болып жатыр, қалай, жалпы сол кезде де түпкі тамырын табу керекпіз. Неге олай болып қалды? Жоқ, жалпы баспана алу үшін, көлік алу үшін кредитке кіру енді хоть более-менее нормально ғой. Бірақ та енді роскошь үшін, шетелге бару үшін, тағы да басқа бірдемелер алу үшін. Ол енді базовые потребности. Базовые потребности ма? Жоқ, мен ойымша базовые потребности, міне үйге бүгін ішетін тамақ жоқ. Тамақ алу үшін білмеймін енді Каспиретпен тағы да біреуден қарызға сұрап, нағыз мүмкіндік болмай жатса, кредит алып, кейін жалға түскеннен кейін жауып алады. Оны мен түсінемін, базовые потребности. Бірақ та енді мағадай Картьенің сағаты болу керек, тағы да басқа бір аяқ киім болу керек, анандай көз әйнек болу керек деген сияқты сондай бір заттарға адамдар көп ақша жұмсайды ғой. Бес саусақ бірдей емес қой. Әр адам өзінің әртүрлі несі болады, енді хотелкісі деп айтайық. Сол себепті енді осындай моменттер. Біреулер дұрыс нәрсеге кіреді, сол үшін да. Біреулері енді сол түрлі. Енді қазір заман өзгерген сайын тәуелділікте жасарып баратыр. Жастарымызды өкінішке орай біз жоғалтып отырмыз. Менде де қанша көрем, қанша естіп отырмын. Өзіне қол жұмсағандары бар, қиын жағдайда денсаулықпен кетіп жатқандары бар, осы уайым, қайғыдан, содан моменттерден. Үлкен проблема Қазақстанда қазір тәуелділік деген. Үлкен. Кредитке де тәуелділік соның ішінде. Барлығы бар ішінде. Алаяқтық, мошенничество бәрі бар. Қазір любой алаяқ мошенник десең қазір ол значит лудоман болған. Значит тағы не істеген деген уже сөздер. Болмаса кезінде кредитке кіріп алған, қазір енді басқа адамдарды алдау арқылы ақша тауып жүр. Солай жүріп жүр. Кредит демекші, көбінесе кредит алатын
білмеймін де мен сексист емеспін, бірақ та қыздар соған жақын сияқты. Сен айтып отқандай басқа қыздардан қалыспау керек, инстаграм көреді, адамдардың, блогершалардың өмірін көреді де өздері де солай өмір сүргісі келеді, біреулер ерін үлкейтеді, біреулер басқа жерін үлкейтеді дегендей. Бір дос балам айтқан, орысша айтып жүрген осы жерде: нынешняя молодежь, в особенности молодые девушки, хотят жить как эскортница из Дубая дейді да. Шынымен де инстаграмдағы бір әйтеуір бір жеңіл желпі жүрген қыздардың өмірін көреді де, соны бір образец, бір қалай енді үлгі тұтар адам ретінде көреді да. Мә, күшті екен, андай отельде тұрып жатыр, андай завтрак ішеді, андай соңғы телефон ұстайды, соңғы нұсқадағы тағы да басқа бірдеңе, 3 ай сайын шетелге шығып тұрады деп. Қандай жолмен шығып тұрған ол бөлек әңгіме. Адамдар ол жағына көп үңіле бермейді. Бұл осы әңгімені мен қосағым келген. Негізі қатты бір әдемі өмір сүрем деп үлкен қарыздарға кірудің ешқандай қажеттілігі жоқ, достар. Бәріміз енді шама шегім қалай андай өзіміздің барымызша шамамыз жеткендей ақша тауып жатқанымызға қарай барымызша керек нәрселерді алдымен алып, кейін бағандай баспана керек болса, баспана болып тұрса, көлік алуға бәлкім ойланып тұрып кредитке кіруге болатын шығар. Ақша тек мынандай термен келеді ғой. Сіздер бана инстаграмда біреулердің өмірлерін, нелерін қарамаңыздар. Сол енді айтарым. Қанша адамдар келіп жатыр тоже мағанда. Сол біреудің өміріне еліктеу деген нәрседен басталады ғой бәрі. Біздер білмейміз ол ар жағында не болып жатыр, қалай болып жатыр дегенде. Енді қайтадан рехабты қозғасам, мен сол жақта бір адамдармен де жаттым. Беделді адамдармен мысалы, олар мен үшін пример болып жүр, мысалы телевизордан көріп жүрген адамдар. Так что бәріміз біріміз негізі. Сонда кәдімгі медиадағы адамдар да рехабтан өтеді, иә? Олар қандай себеппен келді? Паразм ғой бәрінде. Наркомания да бар. Бәрі. Енді игроман емес, жаңа екеуі. Көбінесе екеуі дейсің. Яғни ақша көбейген сайын бір басқа бір ләззаттың түрін алуға тырысады дейсің ғой адамдар. Сонымен жеңілденетіндері бар. Енді мұндай сұрақ қояйыншы, жалпы лудоманиямен ауырып жүрген науқастардың жақын тума-туыстарына сен қандай кеңес берер едің? Мінекей ініңіз я қарындасыңыз, сіңіліңіз осындай аурумен шалдыққан, сіздер осылай істесеңіздер жақсы болар еді дегендей сондай қандай кеңес берер едің? Қазіргі таңда да мен ол кісілермен, мысалы маған келген адаммен де емделу процесінде ата-анасымен де байланыс үзбеймін, олармен сөйлесемін, поддержка беремін дегенде. Ең алдымен любой аддиктолог, психологтардың, психотерапевтердің айтатын қарыздарын жаппау. Қарыздарын жаппау керек, өздері түсіну керек, ақша қалай келген, және де ертең дұрыс жолға түскеннен кейін сол нәрселердің бәрін өздері жау керек деген нәрсе айтылады. Екіншіден, ол тәуелді адамдарды түсіну, ол адамдарды есту. Бізде просто қалай барлық нәрсе айқай шумен шешіледі ғой в основном. Сен осындайсың, сен мындайсың дегенде. Сол нәрседен де ойыншы ойнап кететіні бар. Яғни срыв деген нәрсе ол мүмкін. Шыдай алмай, осы айқай шуға, там напряжениеға деп аталады да. Онымен кәдімгі дұрыстап сөйлесу. Не үшін оны болезнь дейді, не үшін оны ауру дейді. Яғни ауруымен сол себепті енді дұрыстап науқас ретінде араласу, түсіну, сөйлесу. Осы нәрселерді айтар едім негізі. Ал қазір енді жаңа өмір туралы кішкене әңгіме өрбітсек, жаңа өмір ашылғалы қаншалықты біздің жергілікті тұрғындар, соның ішінде атыраулық науқастар болсын, науқастардың тумалары болсын, қаншалықты көп адам саған жолықты, осындай көмек керек етті? Біздер 23-ші жылдың августінде ашылдық. Райондардан өте көп. Район адамдары, хабарласатындар. В основном ата-анасы ғой, 90% хабарласатындар. Қаладан да бар енді. В основном сол район. Ауылдық жерлерден ойыншылар өте көп. Көбінесе букмекерлік контора арқылы ма, әлде онлайн казиноларда көбіне ма? Біздер баяғыда спортқа салатын болсақ, қазір мына тәуелдікте де өзі дамып келе жатыр ғой. Қазір мысалы көптеген онлайн платформада ойнайтындар, сосын қазір өкінішке орай деп айтайын, бізде қазір әлі актуальны болып жатқан лофт парк деген, яғни кино. Қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан осы нәрселерге кіріп жатқандар ғой. Спорт и кино. Әйел адамдар жағы жаңа айтқандай ғой саған, сол онлайн платформаларда. И бана әйел адамдардың көбі де сол райондардан. Ең қызығы білесің бе мында не? Күйеулері білмейді ойнайтындарын. Күйеулері вақтыда өздері бала бағып ойнап жүр. Және де қарыздарға
кіріп жатыр. батып жатыр. 4 адам хабарласты осы жылы. 4-еуінде ситуация бір ғой. 4-еуде де районнан, бірақ әр ауылдан. Бірақ та ситуациялар бір. Кейбіреулері білмейді, кейбіреулері вахтовиктер. Ал карта ойнайтындар, гәрбі, свар, покер, оларда лудомандар ма? Әлде бір лудоманияның ішіндегі бір бөлек тармағы. Лудомания. Енді ол да азарт қой. Карт, ақша ойнау, не, барлығы содан басталды ғой көбінде негізі. Карттан неден, даже спорласудың өзі азарт қой. Біреумен спорласу. Так что ол мен үшін қазір запретте тұрған нәрселер. Именно мен үшін граница деген нәрсе бар. Менде сол нәрселерге граница қазір. Біреу даже просто ойнайық ақшаға емес десе де, өзім қазір құндылығымды түсінемін. Сол құндылықтың ішінде осы азарт нәрсеге байланысты нәрселерден шектедім өзімді. Жалпы сен сұраған жауап берсем, оның бәрі мен үшін азартқа алып келетін нәрсе. Аржағын бірақ білмейміз. Бастапқысы сол, ары қарай енді кому какой қалай кетеді. Маған бір адам айтқан, жалпы негізі әрбір адам азартқа бір определенный бір деңгейде бір жақын болады дейді. Ол қаншалықты қатты немесе жай жақын, соған қарай адам соншалықты барады дейді да. Мысалға кішкене азартный адам болсаң, сен маңандай алдымен карттан бастайсың дейді да. Және сен сол жерде түсіне білуің керексің дейді. Бұл азарт, сосын ойыннан шығып кетуің керек дейді да. Ал жақсы, менен мұндай сұрақ саған. Сен өзің азартный адамсың ба? Қандай стрессшін сұрақ дейсің ғой. Азартный адамсың ба? Сен өзің бәс тіктің ба? Ставка салдың ба? деген сұрақтарым бар. Ауыр сұрақ екен дейсің ғой. Жалпы мен өзімді қатты бір азартный адаммын деп есептемеймін. Ең қазір сен айтуы мүмкін, сен жоқ сен мойындамай жатсың, неге сен азартныйсың деп. Определенный бір уровеньда мен өзім бір азарттығым бар енді. Мен мойындайын енді, студенттік кездерде айналаңдағы мағандай көршілерің болады, общежитиядағы, тағы да студенттер болады, әртүрлі бір схемаларды айтып отырады. Хоккейді аласың, 20 ойынды аласың да ничей не будет деп қоясың, одан экспресс бір 10 коэффициент па бірдеңе шығады, 10 мың тіксең 100 мың аласың. Әркім әртүрлі схема. Білмеймін, оларға қызық па басқа біреуді шақыру осындай ойынға, әлде өздері ұтылып жүргенін көре алмай басқа біреуді шақыра, мен түсінбедім. Сондай кездерде енді студент кезде шамалы ойнағаным бар, оны мойындаймын. Кішкене бір уақыттары мен азартқа жақын болдым, бірақ енді бір моментте түсіндім. Мен бостан бос біріншіден уақытымды кетіріп жатырмын, өйткені ставка қойған адам әбден результат шыққаннан кейін ұтылдым деп істемейді, ол кәдімгідей ойындарды қарайды, қалай болып отыр. Ойын кезінде бірдеңе қисық кетсе уже ойындап бастайсың. Бір нәрсе айтайыншы, мен негізі мектеп кезінде және универ кезінде бір ойын ойнаған. Ойын дегенде ол азартты ойын, карта емес, не емес, ол дартс. Дартс сен кәдімгідей азартына кіріп кеттім. Мен мына жерде Алмаз деген дос балам бар, ол да дартс ойнаған дейсің. Біз Алматыда дартс ойнап жүрген кезде андай ақшаға ойнаған кездер болды дартстан. Бірақ көп ақша емес, содан түсіндім мен что-то мынау сондай бір азартный ойын екен деп. Ол мен тоқталған жоқ, ары қарай мен букмекерский контораларда дартсқа тегетін болдым. Мен де соны айтайын, мен саған салған сияқтымын сол кезінде. Түсінбей қалдым. Букмекерский контораларда сөйтіп, мен футболға көп қойған жоқпын, бір кездері болды, дартсты өзім түсініп жүргесін, ойындарын қарап жүргесін. Неге именно дартс? Дартста айтайын, ол ойын өте әділ ойын, объективті ойын. Өйткені футболда 11 ойыншы ғой, біреу жарақат алады, біреу тағы да ойынға шықпай қалады. Дартста бірге бір ойнайды, және судейство деген тек составына қарап тұрады, қалай болып жатқан. Ана жерде лақтырды, там 20-ның 3-тігіне, я болмаса 18-дің 2-лігіне тегізді, очконы жапты, азайтты деген сияқты. Я болмаса мықты соперник түсініп тұрасың, ол ұтатынын соған қоясың, аласың дегенде. Бір кездер болып жүрді, мен дартстан енді бір 1000 теңге қойып 15 000 теңге көтеріп жүрген кездер болды. Бірақ ол жерден де түсіндім. Өйткені мен бір кездері кәдімгі 2000 теңге, 5000 теңге ұтылып бастадым. Ол енді білмеймін, андай лудоманмын деп айтпай ақ қояйын, бірақ сол жерде мен бірден бетім қайтып кетті. Шыға салдым ойыннан, қызық емес деп. Білмеймін, неге айтып отырмын бәрін дейсіз. Енді мен сұрақ қойғасын бар. Рахмет, осындай толық бір жауап айтқанына. Дартс. Қызық ойын дейсің. Дартсқа салмаймыз. Жоқ, жалпы ешқайсысына салмаймыз. Не керек етіп салып, сол енді сосын андай кездер болды. Менің достарым Алматыда жүрген кезде, білмеймін, айтуға бола ма, аттарын айтпай ақ қояйын, бірақ та
волейболға тіккен кездері болды. Мен өзім жеке өз басым тіккен жоқпын. Волейболда Қазақстанның жоғарғы лигасындағы матчтар өтіп жатады. Бір условно бір команданың ішінде жүрген, структурасында жүрген бір адам менің дос баламның жақын танысы болып шығады. Ол білет ана жақта ойындарды сататын, матчи сливается орысша айтқанда. Сол адам арқылы дос балам бәстігетін болды. Және әрқашан ұтатын болды. Бірақ та мен түсіндім, қазір мен солармен бірге бәстігетін болсам, ол жігіттер байып кетті ма қазір? Байған жоқ. Олар байды жеке кәдімгі маңдай терлерімен, еңбектерімен кәдімгі жақсы компанияға орналасып, жағдайлар жақсартты. Бірақ бәстігуден олар байған жоқ. Ақшаларын табады, өздеріне киім алу мүмкін, қыдырады, тағы да басқа. Бірақ та мен білмеймін, букмекерден кәдімгі қатты байып кеткен адамды мен кездестірмеппін. Өзім жақын достарым кәдімгі бәс тігіп жүрді. Бір кездері болды, Алматыда жүргенде 5 мың теңге тігіп 162 мың теңге көтерген. Өзі жағдайы күшті деп айтпай ақ қойын, орташа отбасыдан шыққан, осы Атырау облысының бір районынан, аты жөнін айтпай ақ қойын. Сөйтіп бір кезде ұтып, бәрімізді сөйтіп бір кафеге шақырған, соны жуған. Бірақ одан кейін қайтып ұтыла бастады. Қанды азарттың ақшасы ұлып тұр, значит, сенде, да? Тамақ іштің ғой. Иә. Хорошо. Негізі жалпы қазіргі уақытта енді әбден терапиядан өткеннен кейін барынша не істемеуге тырысасың және нені істеп тұруға тырысасың? Бір өзінің определенный режимің бар ма күнделікті? Иә, бар. Қазір уже құдайға шүкір дисциплина деген нәрсе бар. Сол дисциплина ол бана реабилитациядан келді, әлде жалғасып жатыр, құдайға шүкір. Самый главный тазалықтамыз ғой. Қазір күшті тәтті ұйықтаймын. Ең бастысы сол. Бірақ енді жұмысында өзім қазір жасап жатқан жұмысымда құттай бір-екі несі бар, енді нюанстар болады, сонымен уайымдап нетесің. Бірақ баяғыдай ставкан событиясына, ұтылысқа уайым деген нәрсе жоқ. Қазір енді тағы ашылғанын айтайын. 2 жылдықта бар. Достарымды жоғалттым дедім ғой. Доверие, сенім кетті. Қазір қайтадан бәрі жақсарды, жанарды. Даже яркими красками деп айтайын. Достармен араласамын, маманға сынамын, семьямен, енді туыстары қалды, туыстармен ол бөлек әңгіме. В основном өзіме керекті адамдармен ара қатынасым орнады. Өзімде қазір жұмысым құдайға шүкір жақсы жағынан бір септігін тигізіп жатыр қоғамға. Соған риза болып отырмын өзім. Ол ең бастысы адал жолмен тазалықта болып жатқан процесстер. Жалпы жаңа өмір ашу, орталығын ашу идеясы өзіңнен, жеке өзіңнен шыққан идея ма, әлде бір басқа адамдармен бірігіп, сонда бір орталық ашайықшы деген ой келді ма? Жоқ, ол білесің ба, бәрі спонтанно болып кетті негізі. Мен орталықтан шықтым, реабилитациядан Атырау қалаға жұмысқа кірдім. Жұмыста отқанда менде мындай ой болды. Атырауда емделіп шыққан адамдар бар ма дегенде. Осы лудоманиядан. Сосын Инстаграмда бір баланың постысын көріп қаламын. Сол жігітке жазам. Мен де осылай ойыншы болдым, қазір шықтым, нетейік деп, давай кездесейік деді. Сосын Айбешкеде кездестік. Ол тоже жаңа өмірдің основателі, Нұртас Нұрғалиұлы деген жігіт. Екеуміз Айбешкеде кездесеміз, сөйлесеміз. А ол до этого, оказывается, осы нәрсемен, сұрақтармен жүрді екен. Мана Республика партиясы деген бар, солармен кездесулер жасап дегенде. Сол кезде екі жақтан ұсыныс болды. Осындай бір нәрсе ашайық, адамдарға көмектесетін бір проект сияқты нәрсе. Сол жерде сөйлестік, келесі күннен кейін бір апта ішінде жаңа өмір ашылды ғой бізде. Басында біздер бәрі шақырдық, өзімізді таныстырдық, қалай не бір шама, енді бір ол кезде 35 адамдай жиналған болар. Басында бір афиша болды бізде. Жаңа өмір деген ашылып жатыр. Келіңіздер не деп күшті ана жерде сұрақтарын нетіп, адамдар эмоцияға беріліп, бізге енді үлкен кісілер батасын беріп кетті ғой 23 жылы. Содан ары қарай енді жұмысымыз жасап жатыр. Бірақ қазіргі таңда енді өзім Нұртас осыдан 3-4 ай бұрын бөлек кетті. Өзінің тоже темасы бар, қазір жұмысы бар. Сол нәрсемен қазіргі таңда енді жаңа өмір өзім қол астымда. Жалпы қаржыландыру мәселесі қалай? Үкіметтің қолдауындасыздар ма, әлде жеке кәсіпкерлер? Осы сұрақты қоятын больная тема. Любой подкастта нәрселер айтылатын. 23 жылдан бастап
біздер ойладық қой негізі спонсор болатын бар, поддержка болатын бар, өйткені бұл тема қазіргі өзекті мәселе дегендей. Бірақ көп адамдар ол кезде түсінбеген болар, бұл не нәрсе, қалай, или может ойлары алаяқтар олар мына жігіттер дегендей. Ешқайсысын неткен жоқ, тек бізде Атырауда республика партиясы деген бар, Талғат деген жігіт бар, сол құрамындағы. Сол өзінің бастапқысында жақсы поддержкасын берді, бағанағы зданиясымен, адамдармен кездесумен, райондарға шығып дегендей. Ол да енді ол кісімен де қазір арақатынасым өте жақсы, сол кісі де енді біршама көмегін тигізді. Бірақ қаржыландыру мәселесі жоқ. Қазіргі таңда ол нәрсе қарастырылып жатқан жоқ. Ұсыныстарды ашын айтайын, пока жоқ. Бір-екі ұсыныс болды, бірақ бір моменттермен келісе алмай қалдық. Қазір енді өзіміз ғой, өз атымыздан за свой счет әрекет жасап жұмыстанып жатырмық енді. Үкімет жақтан енді кездесулер нелер бар, шақырады, кездесем, сөйлесем, былай қаржыландыру мәселесі дегенде болған жоқ. Енді бір сұрақты көтергім келіп жатыр. Осы лудомания мәселесін соңғы уақытта киноларда, сериалдарда жиі көтеріп бастады. Сондай сериалдардың бірі қазір болып жатқан Офсайд, YouTube сериалы. Сол жерде ана ең бірінші сериясында бірден айтып бастайды ғой, из-за букв его братишка покончил с собой деп. Яғни бір футболшының інісі букмекерлердің кесірінен өз-өзіне қол жұмсайды, ал ағасы болса сол букмекерлердің логотипінде футбол ойнап жүр. Бұл жерде андай олар жауып тастады ғой, 200-лік болып кетті. Нені жауып тастады? букмекерс нелерін жауып тастады ғой. Содан ар жағында айтады ғой, неліктен жауып тастадыңдар, ол біздің негізгі ақша берушіміз ғой, негізгі демеушіміз деп. Сосын кейін түсінікті болады дейсің ғой. Ол сериалда кәдімгідей Қазақстан футболы кімдердің арқасында, қандай структуралардың арқасында тұрған, букмекерлердің кәдімгідей терең тамырлары жайылғанын сол сериалдан көрсек болады. Жалпы бұл мәселе туралы әңгімелессек, мәселе негізі қалай жалпы қазір шешімін табам екен мұндай сериалдар, кинолар шыққаннан кейін? Букмекерлердің араласпауы, жалпы лудоманиямен күрес сериал, масс-медиа арқылы жеңу мүмкін бе? Енді былай айтайын, енді 3 жылдай осы салада жұмыс жасап жатыр. Өзім білгенім, түсінгенім, бізде де мысалы өзімді блогер деп айтпаймын, мен қоғам белсендісі деп айтатын бармын, скорее, өйткені мен мына нәрсенің қандай зиян алып келетінін, қалай болып жатқанын көрсетіп жатырмын да, мысалы өз парақшамда. Мен айтатыным, бұл системаны біздер бұза алмаймыз, ешқашан бұзылмайды, өйткені оның артында қанша адамдар бар, қанша адамдар жұмыс жасап жатыр. Бірақ біздер оны алдын ала аламыз ғой. Ол жаққа кірмеуге, ол жақтың қандай зардаптары бар екен, сол жағынан біздер көмектесе аламыз, айту арқылы, көрсету арқылы. Оларды түбегейлі жабу деген нәрсе, мен ойлаймын, шанс жоқ деп ойлаймын. Өйткені сен ойлап, ана бізде премьер-лигада командалардың в основном жартысы, тең жартысы букмекерский спонсорлары. ММА-ларда букмекерлер. Ол да бар, даже спортсмендеріміз де рекламировать нетеді дегенде нәрсе ғой енді, нәрселерді. Ол жоғалмайды, ол болады, бірақ ар жағын түсіну керек қой. Бірақ мемлекет енді бір шектеулер қоя алады ғой, жалпы қояйын десе. Ол бір қағаздың мәселесі деп ойлаймын. Неліктен сонда әлі күнге дейін шешілмейді деймін да. Қойса қайда жүр әлі деген сөз ғой мұнда. Одан бөлек қалаларда қаншама билбордтар бар. Мысалға көрші Ресейдің өзін алатын болсақ, букмекерлердің жарнамасы қалада өйтіп кәдімгідей емін-еркін көпшіліктің назарында шығарылмайды. Тек определенный жерлерде, вот осындай жерлерде болады. Осы әңгіме қозғадым, бір орыс бауырым бар. Сол күшті сөз айтады сол кезде. Осы системадан, жалпы букмекерскийдан богатый болып жатыр дейді, а простые люди страдают дейді. Действительно солай ғой. Жоғарыдағылар енді жағдайын жасап жатқан бар. Ал қарапайым халық, бана ата-анасы көз жасын алып отыр, біреулер ойнап отыр, біреулер өздері қол жұмсап отыр деген момент қой. Оны түсіп жатқан енді адам болса жақсы. Біреулер тіпті былай айналасында лудоман ешкім жоқ адамдар айтуы мүмкін, өздерінің мәселесі ғой. Өздері кірді қораға, өздері мәселесін шешсін деп. Бұл жерде ақылды адамдар букмекерлер емес, бұл жерде ақылсыз адамдар ойнап жүргендер деп айтады да. Басым болып отыр, солай енді, өкінішке орай.
Иә, бұл шын мәнінде Қазақстанда дәл қазір қоғамдық проблема. Бұл туралы кинолар, сериалдар түсіріп жатыр. Алдағы уақытта енді мәселе шешілер деген ойдамын. Бірақ енді түбегейлі жою білмеймін, мүмкін бе, мүмкін емес пе. Бірақ әйтеуір оны минимизировать ету, түсіру мүмкіндігінше төменгі деңгейге, менің ойымша қоғамның, үкіметтің қолынан келетін нәрсе деп ойлаймын. Ең алдымен әркім өз мәселесін шеше алса, өзінің жеке ішкі проблемалармен күресе алса деп ойлаймын да. Қолынан келгенше деген нәрсе бар ғой. Сол сияқты. Енді хронометраж бойынша біз ақырындап подкастымыздың соңына жетіп қалған сияқтымыз. Біз әрбір подкасттың соңында блиц сұрақтар қоямыз, бірақ та блиц сұрақтарға көшпес бұрын біздің подкастымызда жалпы 2 конкурс бар екен, тағы да біздің көрермендеріміздің есіне саламыз. Біздің келесі түсірілімде, келесі шығарылымда қонақ кім болатынын осы видеоның астына нақты тапқан адамға біздің Ема подкаст ұйымдастырушыларының атынан сыйлыққа кітап берілетін болады. Әрине, менің өзімнің жеке парақшамда әртүрлі подсказкалар болып тұрады, сондықтан менің жеке парақшама жазылуды ұмытпаңыздар, тағы да естеріңізге сала кетейін. Және екінші конкурсымыз осы шығарылымның астына ең үздік пікір тастаған оқырманымызға Виртуозы өнер мектебінің атынан осындай 10 000 теңгеге подарочный сертификат сыйлыққа беріледі. Осы 10 000 теңге сертификатын қолдана отырып, Виртуозы өнер мектебінен кез келген курсты ала аласыздар. Сондықтан, құрметті көрермендер, белсендірек болайық. Жалпы YouTube-тың алгоритмі сондай, комментарий көп тасталса, барымызша біздің видеомыз рекомендацияға түсетін болады. Сондықтан өз ойларыңызды жазыңыздар. Видео ұнасын, подкаст ұнасын, ұнамасын, өз ойларыңызды жазып жүріңіздер. Қонақ мүмкін ұнаған шығар сіздерге. Енді сол, біз өзіміздің блиц сұрақтарымызға көшетін болсақ, ең алдымен бірінші сұрақ: өмірдің мәні неде? Бақытты болуда деп ойлаймын мен. Өмірдің мәні. Бақытты болудың ішіне не кіреді? Көп нәрсе кіре ма? Қазіргі таңда көп нәрсе кіреді мен үшін. Андай оймен келсесің ба? Бақытты болу үшін қаражатың көптеу болу керек дейді. Мәселе мұнда ақшада емес. Мәселе менде мұнда мен жанындағы адамдар қасымда болса болғаны. Қазір мен уже ақша деген нәрсемен шектелмеймін. Ол пройденный этап мен өмірімде, ақша деген тема. Қазір уже басқа нәрсе менде. Бірақ мен қаншама айналамда адамдар бар, ол айтады да, қазір қаражатсыз бақытты бола алмайсың дейді. Мүмкін. Бірақ менде басқа тұжырым. Мен уже енді өзім банаға біршама миллиондарды көргеннен кейін, ұтылғаннан кейін менде көзқарас басқа. Олай неге айтып отырмын? Өйткені мен 10-15 миллион болды менде ұтқан ақшаларым. Мен оны қайда жарататынымды білмедім ғой, сөздің шыны керек. Қайда жаратуға болады дегендей. Бірақ ұтқан кезде сенде бір моментальный бір бақытты болу сезімі бір оянды ма? Ол уақытша нәрсе. Уақытша болды. Әрине, адреналин, дофамин, эндорфин деген нәрселер бәрі болды. Бірақ ол бәрі уақытша. Сол 10-15 миллион құнайды қайда деген сұрақ қой мұнда. Неде дегенде. Сол себепті мен ойлаймын, әңгіме басқа нәрседе деп. Мен жақындарымда, бауырларымда бар. Мен үшін бақыт сол енді қазіргі таңда. Және екінші сұрақ: жалпы осы лудоманиямен дәл қазір күресіп жүрмесең, жаңа өмірді ашпаған болсаң, дәл қазір не істеп жүрер едің? Вахтада мұнай шолып жүре беретін сияқты. Бірақ одан мәселе шешілмейтін еді. Одан мәселе шешілмейді. Білесің ба, қандай момент? Барлығы түсінгенім, ол да сынақ қой, мен өміріме келген өте ауыр сынақтың бірі. Мен түсінгенім бір нәрсе, бұл өмірде барлығы біз ойлағандай болмайды екен. Мен 4 жыл мұнай шолдым, мұнай саласында жұмыс жасадым. Қазір мен басқа саладам. Ойлашы, Құдай қалай алып келіп жатқан. Қазір мен уже адамдарға көмектесіп отырмын ғой. Мұнайшы емес, уже психолог, психотерапевт ретінде. Өзіңнің бірақ кәсіби білімің жоқ, иә? Психолог болатындай. Қазір бар уже. Қазір бар. Қазір оқып нетіп жатырық, қазір уже басқа курстарды оқыдық дегендей. Бірақ та мен онымен не айтқым келеді? Мен бұл нәрсені вообще таңдаған жоқпын ғой өзім. Бұл мен өмірімнен алынған
өмірімнің бір бөлшегі болған нәрсемен келіп жатырмын ғой осы нәрсеге. Оған дейін маған айтқанда мен қой қайдағы деп бас сілтейтін едім. Қазір осындай нәрсе. Яғни бәрі айтады ғой енді тағдыр жазылады дегенде, мүмкін тағдырым да осы нәрсеге алып келген болар. Қазір де басқа адамдардың дұрыс жолға түсуіне себепші болып отырық қой. Құдайға шүкір. Әрине. Сондай. Иә, шын мәнінде қазіргі істеп жатқан ісің ол шын мәнінде бір меніңше үлкен сауапты іс. Алдағы уақытта да көптеген адамдарға сенің көмегің тиеді деген ойдамын. Ісің алға баса берсін. Ал біз блиц сұрақтарын жалғастырамыз. Және біздің үшінші сұрақ оңай сұрақ болмауы мүмкін. Дәл қазір қолымда 150 миллион теңге болса қайда жұмсар едің? Мен қазіргі соңғы кезде садақа беруге көп мән беріп жүрмін. Бәрін берем деп айта алмаймын. 50%-дан жоғары сол садақаға кететін бар. Қалғаны енді дұрыс нәрсеге жұмсауға кетеді. Жаңа жобаны ашуға, дамытуға, қазіргі жобаны дамытуға, адамдарға көмектесуге дегендей нәрселер болатын бар. Енді өзімді андай идеальный адам сияқты сезімім келмейді, бірақ қазіргі таңмен осындай ой болатын болар енді менде. Солай. Иә, шын мәнінде өте күшті сұхбат болды. Кәдімгідей көптеген сұрақтарды көтердік. Көптен бері көтере алмай жүрген мәселелерді бұл жерде талқылап жатырық. Жай ғана екеуміз бір жерде отырып талқылап жатқан жоқпыз. Көпшіліктің назарына ұсынып жатырмыз. Осындай мәселе бар екен елімізде. Бұл біздің қоғамның үлкен дерті. Елімізде енді мұндай мәселелер жылдан жылға шешіле берсін. Айналамызда жүрген лудамандар болса, мүмкіндігімізше, құрметті достар, көрермендер, көмек көрсетіп тұрайық. Барынша осы айналамыздағы адамдар ең алдымен қаржылай сауатты болсын, құмар ойындардан аулақ жүрсін деген біледі. Біз әрбір шығарылымның соңында блиц сұрақтардан кейін өзіміздің келген қонағымызға дайындаған сыйлығымыз бар. Сол сыйлықты табыс етуге рұқсат етіңіз. Бұл жерде енді мынандай Халед Хосейнидің Таудағы жаңғырық деген кітабы бар. Бұл өте өзі андай қызықты, интересный автор. Мүмкін бұған дейін де кітаптарын оқыған шығарсың. Бір кітабы бойынша үлкен экранизация болды. Өзіңе бір пайдалы мәлімет аларсың деген ойдамын осы кітаптың ішінен. Рахмет үлкен. Өте көп рахмет тағы да. Ал ендеше, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің шығарылымымыз осымен тәмам. Тимур мырза, саған көп рахмет. Саған рахмет шақырғаныңа. Ісің алға жүре берсін, өркендей бер, өсе бер. Осылай айналаңдағы адамдарға көмегің тиіп, барынша осы дертте жүрген адамдарды сол ямадан шығаруға көмектесіп жүре бер дегім келеді. Рахмет. Сау бол.